Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода нанның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Нанның пайдасы мен зияны. Нанды көп жейтіндер нені білу керек? Біздің ойымызша, нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Сондықтан одан бас тартпау керек. Шындығына келгенде, егер артық салмағыңыз болса, және оны ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам болып саналады. Бастысы оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары. Сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырда май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмай ма? Иә, семіздіктен зардап шегетіндерге бас тартқан жөн. Ал өзгелерге нанның негізгі тағамы толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көбірек екенін естен шығармаған болар. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктің нормадан аздап асуы айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа алып келіп, екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Біз ойлаймыз, ақ нанға қарағанда қара нан пайдалы деп. Шындығында екі нанның құрамы көмірсулардың мөлшері мен құнарлылығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздер аңыз болып табылады. Олардың арасындағы жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны. Ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерге аурудың асқынуын тудырады. Біздің ойымызша, нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс. Себебі глютен адам ағзасына зиян. Шындығында глютенсіз нан бұл күріш немесе жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасындағы ажырамас бір бөлшегі. Олар өте дәмді. Алайда медицина тұрғысынан қарағанда, оның кәдімгі ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы, олардың құрамында глютен, яғни кей адамдар ішектің қабынуын тудыратын ағуыш жоқ. Біздің ойымызша, ашытқы қосылмаған нанды жеген дұрыс. Ашытқы қосылған нан газ түзілуін тудырады, сондықтан оны жемеген дұрыс. Нанды етпен жемеген дұрыс. Бұл ас қорытуды қиындатады. Жаңа піскен наннан бас тартқан жөн. Себебі ол да ауыр қорытылады және ішекте жайсыздық тудырады. Жаңа піскен нан ұзағырақ қорытылады. Жаңа піскен нанды көп жеген адамдарда ішек бітелуі болған жағдайлар белгілі болады. Сонымен қатар, жаңа піскен нан асқазан сөлінің өңешке түсуін тудыруы мүмкін. Алайда оны белгілі бір мөлшерде ғана жесе зияны жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда оны дұрыс пайдалануды қажет ететін аспаздық құрал сияқты екенін түсіну керек. Кез келген тағамды көп жеудің өз қатері бар. Сондықтан мөлшерін біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйдің дастарханында міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіз, қиындықтар болмайтыны анық. Қара нан инсулинге төтеп беру реакциясын жақсартады. Ал ақ нанның қанты жоғары адамдарға да, дені сау адамдарға да аса пайдасы жоқ екенін ұмытпаймыз. Ғалымдар қанша мөлшерде нан жесең де, оның асқазан микрофлорасына әсер етпейтінін айтады. Алайда осы орайда ескерер бірнеше жайттар бар. Осыған байланысты ғалымдар тәжірибе жүргізген болатын.
Зерттеуге негізінен 20 адам қатысты. Олардың бәрі зерттеуге дейін күнделікті тамақтану кезінде орта есеппен қуаттылығы 10% болатын нан жеп келген. Қатысушыларға 2 апта бойы нанды 2 есе көп жеу ұсынылды. Олардың жартысы ақ нанды таңдады, жартысы қара нанды таңдады. 2 аптадан соң олардың ағзасындағы қан глюкозасы мен қажетті минералдардың құрамы тексерілді. Нәтижесінде олар өздері ойлағаннан да басқа қорытындыға көз жеткізген. 2 нанның да қандай жағдайға болса да клиникалық тұрғыда еш айырмашылығы болған жоқ. Бірақ та бұл зерттеу мамандардың айтуынша жалпылай алғандағы қорытынды. Егер әрбір адамды жеке-жеке зерттейтін болса, айырмашылықтар байқалады екен. Нақтырақ айтарлық болсақ, ақ нан жеген қатысушылардың жартысының ағзасы нашарлай бастаған. Бұл дегеніміз, оларға ақ наннан басқа түрін жеу керек деген сөз. Мамандар бұл өзгерістің ағзаның нанға гликемиялық реакция беруінен және әр тағам талшықтарына байланысты болғанын айтады. Сонымен қатар, ғалымдар мұндай тұжырымның барлық адамға қатысты емес екенін ескертеді. Бидай наны денсаулық үшін аса маңызды. Ол диабеттің өршу қаупінің алдын алады екен. Бүтін дәннен жасалған нан арықтау үшін де пайдалы екені мәлім. Күнделікті бүтін дәнді нанның бірнеше тілігін жеу салмақты қалыпты сақтауға және артық калорияларды кетіруге атсалысады. Алайда нансыз ас жеу мүмкін емес. Сондықтан нанның дұрыс түрін таңдауымыз керек. Ең пайдалы нан бұталы дәндерден пісірілгені. Осындай нан ағзаға зиян әкелмейді. Пайдасы да аз емес. Бұталы бидай, қара бидай дәндері ағзаны обыр мен сусамыр ауруларынан сақтайды. Бидайдың кебегі бұрын өндірістің қалдығы болса, қазірде кебек наны өте пайдалы болып саналады. Ол В және Е топтарының дәрумендері мен микроэлементтеріне өте бай. Сонымен қатар, ғалымдар наннан толықтай бас тарту организмге зиянды екендігін алға тартты. Ашытылмаған нан аз калориялы, жоғары тағамдық құндылығы ашытқысыз нанды диеталық өнімге айналдырады. Ашытылмаған нанда ашытқы пайдаланылмайтыны анық. Ашытқы наны ашытқы қосылғаннан тез бұзылады. Бүкіл бидай наны бұл нанның ең көне түрі болып саналады. Дәл осындай ұннан алғашқы нанды Азия тұрғындары жасаған. Толық дәнді нан арнайы ұннан дайындалады. Оны дайындау кезінде барлық ұнтақтау өнімдері қамырға түседі. Сондықтан да нанның мұндай атауы бар. Тұтас дәнді нанның калория мөлшері қара бидай нанына қарағанда бір шама жоғары. Бірақ сонымен бірге ол жоғары сапалы ұннан жасалған нан сорттарына қарағанда пайдалы болып саналады. Бородино наны. Бородино нанның түсі қараңғы. Көбінесе қара немесе қараға жақын. Ол қара бидай ұнынан жасалған нан. Калориясы бойынша ол ақ нанға қарағанда төмен. Жүйке жүйесінің тұрақты жұмыс істеуі үшін қажетті В1 дәрумені 4 есе көп. Кебек нан құрамында кебекті бар ұннан пісіріледі. Дәннің қатты қабығы осылай аталады. Кебек нан пісірілетін ұнға байланысты бидай, қара бидай, күріш және тіпті қарақұмық бөлінеді. Кебекте көп мөлшерде май қышқылдары, кальций, темір, мырыш, магний және басқа да микроэлементтер бар. Кебек нанның ақ наннан айырмашылығы қандағы қант деңгейіне әсер етпейді және ұзақ уақыт аштықты
талап етпейді. Жүгері ұнынан жасалған нан да қоректік заттарға бай. Оның құрамында барлық дәрумендер бар. Өнімнің құрылымы жұмсақ және кеуекті. Оның сары түсі әсіресе балаларға ұнайды.